Табысты адамдардың құпиясы. НЛП-ның негізін қалаушы Роберт Килстің зерттеуі бойынша адамдарды 3 топқа бөлген. Бірінші топтағы адамдар бұл адамзаттың 67%-ін құрайтын адамдар. Олар бильярд шары тәрізді деп атаған. Олар әрбір этапқа адамның ықпалы арқылы өтіп отырған. Мысалға, сіз балабақшаға барасыз, одан соң мектепке барасыз, мектептен кейін жұмыс істейсіз, немесе жоғары оқу орнына түсесіз. Бұл әрбір қадамды сіз адамның ықпалы арқылы өтіп отырасыз, жаңағы бильярд шары тәрізді. Екінші топтағы адамдар, бұлар өзіне не керек екенін білетін адамдар. Мысалы, қандай оқуға түсетінін біледі, қандай жұмыс істейтінін біледі, қандай адамдармен араласуын білетін адамдар. Ал үшінші топтағы адамдар, бұлар амбициозны, жетістікке жететін адамдар. Олар тек қана 1%-ін құраған. Енді сол жетістікке жеткен адамдардың құпиясын зерттеген кезде олардың барлығына тән бір қасиет, олар күнделік жазып отырған, дневник жазатын болған. Бұл дневник жазу адамның миына гимнастика деп есептелінеді. Мысалға, сіз күнделікті дневник жазған кезде өзіңізге анализ жасайсыз, қандай қателіктер жасаватсыз, қандай жетістіктерге жетесіз, соның бәрін жазу арқылы олар өздерінің істерін реттеп отырған болған.